Сәлем достар, дамушы бала арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз 6 айлық сәбидің дамуы, жетістігі және ата-анаға қажетті кеңестер туралы сөйлесеміз. Бірінші бөлім физикалық даму. 6 айға келгенде көп балалар арқасынан ішінен арқасына оңай аударылады. Қолмен заттарды мықтап ұстай бастайды. Ойыншықты бір қолдан екінші қолға ауыстыра алады. Еңбектеуге дайындық жасап, тізесіне тіреліп теңселеді. Бұл кезеңде балаңыздың бұлшықеттері қарқынды дамып келеді. Оған қауіпсіз жерде көбірек жаттығуына мүмкіндік жасаңыз. Екінші бөлім танымдық даму. 6 айлық бала кішкентай зерттеуші. Ол айнаны көріп, өз бейнесіне қызығады. Түрлі дыбыстарға құлақ асады. Таныс дауысты ажыратады. Себеп салдар байланысын байқайды. Мысалы, ойыншықты сілкісе дыбыс шығатын біледі. Сондықтан балаңызға түрлі түсті, дыбыс шығаратын, қауіпсіз ойыншықтар ұсыныңыз. Бұл оның ойлау қабілетін дамытады. Үшінші бөлім эмоциялық даму. Осы жаста сәби жақын адамдарын жақсы таниды. Анасының, әкесінің, немесе жақындарының жүзін көрсе қуанады, ал бейтаныс адамға сақтана қарайды. Бұл эмоциялық дамудың маңызды сатысы. Балаңызды жиі бауырыңызға басып, мейірімге бөлеңіз. Төртінші бөлім тіл дамуы. 6 айлық сәби гуілдеп қана қоймай, буындарды қайталауды бастайды. Ол сіздің сөзіңізді толық түсінбесе де интонацияны жақсы ажыратады. Сондықтан онымен жиі сөйлесіңіз, ән айтып беріңіз, кітап оқып беріңіз. Бұл болашақтағы тіл дамуының берік іргетасы болады. Бесінші бөлім тамақтану. Көп жағдайда 6 айдан бастап қосымша тамақ енгізу басталады. Ең бірінші жеңіл, сіңетін тағамдар көкөніс пюресі, күріш ботқасы. Бірақ ана сүті әлі де негізгі тағам екенін ұмытпаңыз. 6 бөлім қауіпсіздік пен күтім. Бұл жаста балалар өте белсенді. Сондықтан қауіпсіздік басты орында болуы тиіс. Ұсақ заттарды қол жетпейтін жерге қойыңыз. Балаңызды ұзақ жалғыз қалдырмаңыз. Тазалыққа ерекше мән беріңіз. 6 ай сәбидің дамуы үшін керемет кезең. Оның әрбір қадамы ата-анаға қуаныш, өмірлік естелік. Дамушы бала арнасында бірге өскеніңізге рахмет. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін жазылып, қолдау білдіре кетіңіз.